Ассалаумалейкум, көлік сүйер қауым, қарандар. Nissan Кефира, Цефира, Балқаш көлі болып жатыр. Мынау қызыл болып тұр. Не көрінеді ме, көрінбейді ме? Қазір мен фонарин жақып көрейінші тағы сотканы. Көрінді ме, көрінбейді. Мынау қызыл болып тұр, Поршың көрінбейді. Антифриз кілкіп тұр. Балқаш көлі болып тұр. Эндоскопты тыға бастаған, эндоскоп ішіне батып бара тұр ғой. Міне осылай глушительден құсып жатыр деді антифриз. Қарасақ, мына свечасын қараңдар. Антифризді ішкен. Свечаны шешкен кезде ақ белгілі болады өзі. Асқынып кеткен ауру ғой. Асқынып кеткен ауру. Ар жағын свечалары енді құрғақ шықты. Біраздан кейін эндоскоппен қарап шығамыз о жағын. Негізінде жалпы мынада бұл сол жағында головкасы, өйткені коробка жағынан қарайды моторды, водительский жағынан жалпы. Бұларды енді көлденен тұрады ғой. Коробка жағынан қарайсың, мына жақ оң жақ, мына жақ сол жақ болады. Сондықтан міне сол жағын головкасы. Егерде зигзагом есептесе, четный, нечетный, четный аржа, нечетный аржаға болса, мына жақ четный болса, 1, 2, 3, 4 цилиндр болып тұр ғой. 4 цилиндр. Не трещина, не прокладка. Екеуін біреуі. Сондай Nissan Цефира. 2 объем. Осылай қараймыз. Эндоскоппен антифриз. Көрсетейін. Прямо тік көрсететін камерасы жөнді көрсетпей қалды. Өйткені ыстық кезінде моторға тығып жүрдік та. Жанынан көрсететін камера. Антифриз көрініп тұр. Бұл Range Rover. Біздің мақтаулы моторымыз, бірақ бұны привозной сағамыз. Привозной мотор. 1,5 жылдан кейін антифриз айдап жіберді глушительге. Жалпы бұл мотор жақсы. L320 кузовта 4.4 Jaguar мотормен өте жақсы мотор. Өзінің моторы 10 жыл жүріп берді. Газбен. Өзінің БРС па, итальянский немесімен келді ғой, шетелден привозной кезінде. Міне БРС. Өз сұяқтан Европадан сөйтіп келді бұл газбен. Достойны жүрді. Енді бұл мотордың японецтермен салыстырған кезінде, қазір японецтер бірақ шынжыр саватыр. Газды уақытысында бөліп беретін қозғалтқышқа ГРМ. Көбінесе оларды ремень 90% шығарды, бірақ кейбіреулерінде болды. Бірақ стакан, сол стакан қалды ғой. Мынау стакан. Клапанды теңшейтін стакан. Осының кесірінен мынаның өзінің родной моторы мен Ягуардың. Ягуар уақытысында жасамағаннан кейін компрессия жоғалып кетті. Компрессия жоғалып кеткеннен кейін привозной мотор салдық. Привозной мотор сол көп жүрмеді. Ол бастан құрып қойған мотор екен, трещинасы ма, или прокладкасы ма кеткен екен да, ол басында білінбеді. Кейін ауыр асқынып кетті бұл айтқанда. Сондықтан бұл жалпы негізде өте мақтаулы мотор. Бұның блогы алюмин, гильз заводтан шыққан шойын, чугун. Мерстермен салыстырған кезінде, геликтермен салыстырған кезінде, геликтерде никосил, алюсил көп не алады, задир жасайды, сызып тастайды, поршын керілген кезінде. Бұл ондай аурумен ауырмайды, бір жақсы. Бұның плюсы сол. Крузактармен салыстырған кезінде 4.7-лердің крузактарында белдік, ГРМ, бұда шынжыр, бірақ мына екеуі бірдей оларда стакандар. Жалпы өзім стаканды жеп көрем, өйткені өзім өмірімде қаншама мотор шашып жинағам, машина алып сатқам, жасағамызда, клиенттікінде, өзіміздікінде. Мына әбден қажытатын система, дешевый, арзан жасалған технология. Сондықтан
Геленвагенде 273 алайықшы мысалы, ол жерде гидрокомпенсатор тұр, иә, солдатиктер. Немістерде жалпы Мерс БМВларда неме жүреді, шынжыр жүреді, газды уақытысында бөліп беретін қозғалтқышта өз-өзін теңшейтін майдың күшімен мынандай гидрокомпенсатор болады. Жалпы негізінде сол технология болған дұрыс, бірақ японецтер қазір соны саватыр, бірақ оның өмірі өте аз. Шынжыр белдікпен бірдей өмірі, стакан енді уақытысында теңшеп отыру керек, теңшемесең проблеманың көкесін көрсетеді. Жалпы негізінде өзінің моторымнан негізінде клапандарын теңшеп берсе әлі жүреді. Гильзі жақсы, халенговкасы бар, май жемейді, мотор өзінің родной моторы. Енді көреміз, екі мотордан бір мотор шығарамыз. Жалпы көрсетіп жатқаным сол привозной мотор 100% бір қуандырмайды. Привозной моторлар кейде шетелден келген моторлар осындай проблемамен келеді. Жалпы арқа сүйене бермеңдер, привозной мотор сап алдым. Біреуге мүмкін біреуге проблема создавать етпеуі мүмкін, бірақ бізде 50-50 мотор саламыз привозной, біраздан кейін проблема шыға келеді. Көбінесе осы антифриз немеде, цилиндрде балқаш көлі болып тұрады.